Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағынан онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы су тіршілік көзі, есептік және реттік сан есім. Осы сабақ арқылы қол жеткізген оқу мақсаттары: есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Бөлім, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Бөлімше оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба жұмыстар жазу. Ортақ тақырып су тіршілік көзі. Құрметті оқушылар, қазір сіздермен үш тілде амандасамыз. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, hello children. Көңіл күйлеріңіз қалай? Денсаулықтарыңыз қалай? Қазір сіздермен психологиялық дайындық жүргіземіз. Қазақ тілін бастаймыз, білімнен біз қашпаймыз. Ойға түйіп әр сөзін кілең-бестік жинаймыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті оқушылар, қазір сіздермен кел ойнайық, құлпынай теріп алайық ойынын ойнаймыз. Құлпынай жәшігінде тапсырмалар бар. Бірінші құлпынай: ребусты шеш. Мұқият суреттерге қараймыз, ребусты шешеміз балалар. Ойланайық. Келесі құлпынай: сандар мен сөздерді қосу арқылы оқимыз. Бірінші: 8 көз. Келесін өзіміз оқиық. Қазір сергіту сәтін. Біз сіздермен көңілді ән «Жау-жау жаңбыр» әнін орындаймыз. Жарайсыздар балалар, құлпынайдың тапсырмасын орындадық. Өткенге шолу. Сан есім мағынасына қарай есептік, реттік болып бөлінеді. Есептік заттың нақты санын білдіретін сан есімдерді есептік сан есім дейміз. Сұрақтары: қанша, неше? Реттік сан есім заттың саналу ретін білдіретін сан есімдерді реттік сан есім дейміз. Қазір оқушылар, шағын бейне жазбаға назар аударыңыздар. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сан есімдер есептік сан есім және реттік сан есім болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім заттың нақты санын білдіреді. Қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 2 билет, 2 балмұздақ. Ал реттік сан есім заттардың саналу ретін білдіреді де нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 7-ші қатар, 23-ші орын, 1-ші қабат. Дауысты дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 7-ші, 6-ші. Дауыссыз дыбыстарға аяқталған сан есімдерге ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, 9-шы, 3-ші. Сан есімдерді түсіндің бе? Иә, енді ұмытпаймын. Олай болса, мен саған жұмбақ жасырайын. Жауабын тапсаң, балмұздаққа қоса шар алып берем. Басында 2 таяғы бар, 4 аяғы бар. Адам деуге болмайды. Сақалы тағы бар. Бұл не? Ешкі. Жарайсың, Дана. Қойылым басталды. Барайық. Құрметті оқушылар, қазір сіздермен
лото ойыны арқылы қазақ тілінің жаттығуларын орындаймыз. Сіздердің алдарыңызда лото билеттері тұр. 12, 31, 1, 49, 19 сандары. Осы әр билетте сіздерге арналған жаттығулар бар. Сол жаттығуларды орындаймыз. Ал балалар, сіздердің алдарыңызда лото билеттерінің сандары тұр. Сол сан арқылы жаттығуларды орындаймыз. Ал кеттік, қандай сан шығады екен? 12 саны шықты. 12 санында қандай тапсырма бар екен? 88-ші бет, 47-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқып, өлең не туралы айтылған, және де жаңбыр жауғаннан кейін табиғатта қандай өзгерістер болады? Сұраққа жауап береміз балалар. Сәттілік, бірінші тапсырманы орындаңыздар. Ал келесі бізде 31 саны. 31 санында 89-ші беттегі 48-ші жаттығу сандарды сөзбен жазамыз. Жазуымыз көркем болсын балалар. Және де бұлар қандай сан есімдер? Реттік сан есім ба, әлде есептік сан есім ба? Сұраққа жауап береміз. Келесі сан бізде қандай? 1 саны. 1 санында 49-ші жаттығу. Нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді қатыстырып сөйлемдер құраймыз. Кеттік. Келесі сан. Бізде 49 саны. 49 санында семантикалық картаны жазамыз. Бұл жерде қараңыздар, екі сызба сызылып тұр. Есептік сан есім, реттік сан есім. Астында сандар жазылып тұр. Қайсысы есептік сан есімге, қайсысы реттік сан есімге жатады? Тез-тез айтып шығамыз балалар. Келесі сан бізде 19. 19 санның ішінде қандай тапсырма бар екен? Бұл жерде бос торкөзге тиісті әріптерді қойып, жасырынған сөзді табамыз. Сол сөз неше әріптен тұрғанын айтамыз балалар. Жарайсыздар балалар, бүгінгі тапсырмаларды өте белсенді орындадыңыздар. Енді тазалық әдісі арқылы сіздер сабақтан не түсіндіңіздер? Бұл жерде чемодан, қоқыс жәшігі, ет тартқыштың суреттері тұр. Чемодан тақырып бойынша алған керекті ақпаратты чемоданның ішіне саламыз. Сабақтағы керек емес болған артық дүниені қоқыс жәшігіне. Бүгінгі ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, толықтыруым керек дегендер болса, ет тартқышқа саламыз. Бұл жерде сіздер ауызша жауап бересіздер. Келесі, біздің осы сабақтағы көңіл күйіміз. Аралда көңіл күй рефлексиясы. Сіздің бүгінгі көңіл күйлеріңіз қандай балалар? Ауызша жауап беріңіздер. Бақыт аралы, мұңды аралы, жалғыздық аралы, ұйымшыл арал, қуаныш аралы, жайсыз арал, шаттық арал, өкініш аралы. Осылардың ішіндегілерді таңдаймыз. Біздің көңіл күйіміз қандай болды? Рахмет сіздерге. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.